Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәл осындай нәзік, дәмді, өте керемет блины пісіретін боламыз таңғы асқа. Өз отбасыларыңызды, балаларыңызды қуантқыларыңыз келсе, дәл осы рецептпен жасаңыздар. Алда жасайтын боламыз, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал достар, блинымызды бастаймыз. Жұмыртқа 2, қант бізге кім қалай жақсы көреді, тәттіні солай. Мен, например, 3 қасық, 4 қасық салдым. И тұз шымшым. Енді осыны араластырып аламыз. Енді осыған сүтімізді құямыз. Достар, сүтімізді құйып араластырып алдық. Енді осыған 4-5 қасық сұйық май құямыз. Ол ештеңе етпейді. Бізде блиніміз жабыспайды. Енді осыны араластырамыз. Араластырып алдық. Енді осыған кішкене жарты қасықтай разрыхлитель қосып араластырамыз. Не үшін салып жатырмыз? Өйткені ұнымыз бізде мынандай қымық болып қалмау үшін әбден осыған араластырып, бір келпі, бір қалпы қылып жасап аламыз тесінамызды. Қараңыздар достар, бізде қандай әдемі бір келпі мынандай сұйықтық пайда болды. Енді осыған қазір су қосамыз, қайнаған су. Қараңыздар достар, менде ыстық қазір ғана қайнаған су. Ыстықтай осылай қосамыз. Ең осы тезірек айналдырамыз, араластырамыз. Біздегі ең осы блинымыздың тез дырочка болып дейді ғой, солай пісуінің ең секреті осы қайнаған су. Көрдіңіздер ғой қандай болып шықты міне. Енді осыны қайнап тұрған табаға пісіреміз, қазір көреміз. Достар, бізде табамыз ысыды. Менде осындай блинның табасы жоқ екен. Барын істей берем. Міне сонда да әдемі болып шығады. Бірінші кішкене майлап аламыз табамызды. И осыған негізін блинымыз. Қараңыздар, осындай әдемі, нәзік, сондай блинымыз шықты. Дәл осындай блины жасаймыз десеңіздер, осы рецептпен жасаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп қойыңыздар.